Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыз қос сөздер немесе дефис арқылы жазылатын сөздер деп те атаймыз. Қос сөз дегеніміз яғни екі сөздің қосарлануы немесе қайталануы арқылы жасалып бір ұғымды беретін сөздерді айтамыз. Мысалы, ата, ана, әке, шеше, яғни бәрін қарап тұрсақ, дефис арқылы жазылады. Бірақ мынаны есте сақтау керек, сызықша дефис емес. Енді қараңыздар. Қос сөз екі түрге бөлінеді екен. Қосарлама және де қайталама қос сөз. Қос сөз екі түрге, қосарлама және қайталама қос сөз болып екі түрге бөлінеді екен. Қосарлама қос сөз дегенімізде ол қос сөздің қосарлануынан жасалады. Яғни ата, ана, құрт, құмырсқа, күні, түні, үлкенді, кішілі. Байқап тұрсақ, екі сөздің екі сыңары да мағыналы болып келеді екен. Келесі қайталама қос сөз. Бір сөздің қайталанып айтылуынан жасалынады. Мысалы, сөйлей, төбе деген мысалдар жатады, иә? Ірі, яғни бір сөздің қайталану арқылы жасалады. Енді екі түрін ара жігін ажырату үшін қайталама қос сөздің жасалу жолын айтайық. Яғни бір сөздің қалай жасалады? Бір сөздің қайталануы арқылы жасалынады екен. Бір сөздің қайталануы арқылы жасалынады. Мысалы, жаңа айттық, төбе, ірі деген сөздер арқылы жасалады. Екіншісі ол жасалу жолы күшейтпелі буын арқылы жасалынады екен. Күшейтпелі буын арқылы. Мысалы, жап-жасыл, сап-сары. Яғни бұл жап-жасыл сөзінде, қос сөзінде жасыл сөзі, яғни жап сөзі жап-жасыл сөзіне өзіне ұқсата етіп тұр, сондықтан бір сөз екі рет қайталанып тұр. Оны былай айтсақ та болады, жасыл, сары деп, яғни сөйтіп айтсақ та болады екен. Яғни бұл да жап-жасыл, сап-сары деген сөздерде күшейтпелі буын арқылы жасалынатын болса, ол да қайталама қос сөз жасалынады екен. Келесі үшіншісі ол бізде мен ұқсатылған сөздер деп алдым. Неге? Ұқсатылған сөздерде оларда қайталама қос сөз жасалынады екен. Мысалы, ет-мет деген сөз. Яғни қарап тұрсақ, мет сөзі ет сөзіне өзіне ұқсат ету арқылы қайталанып тұр, иә? Бұлай қарап тұрсақ, еттің бір сыңары мағыналы, екінші сыңары мағынасыз болып келеді. Енді бұлда егер сұрақтар берілетін болса, қайталама қос сөзді, мысалы, табыңыз дегенде, бала, шаға деген сөз қай қос сөздің түріне жатады деген сұрақ берілетін болса, біз қайсына қараймыз? Яғни бала, шаға деген бір сыңары мағыналы, екінші сыңары мағынасыз болып келеді екен. Ал екі сыңары да мағынасыз болып келсе қайтеді? Екі сыңары, мысал келтіретін болсақ, ығы-жығы деген сөзді алатын болсақ, бұл сөзде ығының да, жығының да былай қарап тұрсақ, мағынасы жоқ. Бұл да бірақ бір ұғымды білдіріп тұр. Бұл қай сөзге жатады? Бұл қосарлама қос сөзге жатады. Яғни бұл екі сыңары да мағынасыз болып келеді. Келесі, енді тапсырма орындап көрейік. Яғни қос сөздерді жасалуына қарай екіге ажыратыңдар. Ел, жұрт, яғни екі сөзі де мағыналы болып келеді екен.
Былай қарап тұрсақ, қосарлама қос сөзде жаңа айтып кеткендей екі сөзде екі сыңарда мағыналы болып келеді. Ел жұртта бұл бірінші түрге жатады. Келесі топ-топ сөзі. Бұл, яғни бір сөздің қайталануы арқылы жасалған, бұл екінші түрге жатады. Келесі көзбе-көз. Бұл жерде көз екі сыңарда қайталанып тұр. Көз деген сөз бұл да екінші түрге жатады. Келесі жалт-жұлт. Бұл сөзде жалт деген сөздің мағынасы бар. Бір сыңары. Жұлт дегеннің енді мағынасы жоқ былай қарап тұрсақ. Жалт деген мысалы, мына оқушы маған жалт қарады. Бұл да яғни бір сыңары мағыналы, бір екінші сыңары мағынасы болса, оны біз екінші түрге жатқыздық, қайталама қос сөзге жатқыздық. Ірі. Бұл да қайталама қос сөз болады, екінші түр. Үлкен кішілі. Бұл да үлкен кішілі екі сыңарына мағыналы, яғни бірінші түрге жатқызамыз. Қалған сөздер үй тапсырмасына болсын. Келесі қос сөздерді сыңарларына қарай кестеге топтап жазыңдар. Әке шеше. Бұл да екі сыңарда мағыналы қос сөз болады екен. Келесі бала шаға сөзі. Жаңа айтып кеткендей, баланың мағынасы бар, екінші сыңардың мағынасы жоқ. Бұл екінші, яғни екінші кестеге жатқызамыз, бір сыңары мағыналы, екінші сыңары мағынасы қос сөзге. Келесі ағайын туыс. Бұл да екі сыңарда мағыналы қос сөз. Ығы-жығы. Жаңа айтып кетті, екі сыңарда мағынасы қос сөзге жатқыздық. Қалған тапсырмалар үй тапсырмасына болатын болсын. Келесі сөз бізден құрт-құмырсқа. Құрт-құмырсқа яғни екі сыңарда мағыналы сөзге жатады. Себебі құрттың да және құмырсқаның да мағыналары бар. Бұл құрт-құмырсқа деген сөз ол қосарлама қос сөзге жатады. Келесі қазақша және ағылшынша. Бұл сөздер де бізге екі мағыналы, яғни екі сыңарда мағыналы қос сөз. Бұл сөз бізде қосарлама қос сөзге жатады. Келесі сөз бізде мұж-мұж. Мұж-мұждың да екі сөздің де мағынасы жоқ, яғни екі сыңарда мағынасыз қос сөзге жатады. Сол ішінде бұл сөз қосарлама қос сөзге жатады. Жақсы, тамаша. Жақсы, осымен қосарлама жаңа қос сөзімізді аяқтадық. Оқушымыз орындады. Қалған тапсырманы үйде орындайтын болады. Жақсы, сау болыңыздар.